Ол ән салғанда Сталин, Мао сияқты ірі мемлекет қайраткерлері орнынан тұрып қошемет көрсетсе, Ұлыбританияның патшайымы сән сымбатына таңдай қағып таңырқаған. Жез таңдай, күміс көмей әнші, аты аңызға айналған қазақтың бұлбұл әншісі, Қазақстанның халық қаһарманы Роза Бағланова 1922 жылдың 1 қаңтарында дүниеге келген. Жастайынан әнге ғашық болған Роза Тәжібайқызының жастық шағы Өзбекстанда өтіп, сол тұста өнерімен елге таныла бастайды. Ташкент филармониясындағы мемлекеттік әйелдер әнби ансамблінде әнші болады. 1941 жылы Мәскеу консерваториясына жолдама алғанында соғыс басталып кетіп, қазақтың қаршадай қызы майдан даласына жауынгерлерге рух беру үшін өнер көрсетуге аттанады. Қазақтың қылықты қызының қайраткерлігіне жауынгерлерден бөлек Жуков, Конев, Рокоссовский сынды Кеңес одағының маршалдары тәнті болған. Роза Бағланова жауынгерлік еңбегі үшін медалін 2 рет иеленген жалғыз халық әртісі. 1949 жылы Роза Тәжібайқызы елге оралады. Өз халқын шексіз сүйген әнші ондағы болып жатқан барлық жағдайларға бей-жай қарамай өз үнін қосып отырған. Осылайша ол Арал теңізінің жағдайын қаймықпастан айтып берсе, 1986 жылы қазақ жастарын қолдап, олардың жазықсыз жазалануына жол бермеуге тырысқан. Я прошла войну, но то, что творится в Арале, одним словом, невозможно ее остановить. Есімі ел ішіне ғана емес, әлемге танылған әнші Роза Бағланова 2 рет Ленин, Халықтар достығы, еңбек қызыл ту ордендерімен, Тәуелсіз Қазақстанның отан орденімен марапатталған. Қазақстанның халық қаһарманы атанған. КСРО және Қазақстанның халық әртісі атағын иеленген. Қазақтың аяулы әнші қызы Роза Бағланова 2011 жылы 8 ақпанда 90 жасына қарағанда дүниеден озды. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орайластырылған челленджді 2 майыс акционерлік қоғамынан қабылдап алып, Самұрық қазына өңдеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жолдаймыз.